Әлгінде Жарылқап Қалбай ағамыздың бір постын көріп, соны қиып неге салып қойдым. YouTube'тың пост бөлігіне салып қойдым. Онда мынандай деп жазыпты. 1 сағат бұрын жазған екен. Бүгін қызық болды. Үлкен билборд көрдім. Онда Конституцияның жаңа жобасын қолдаймын деп, әнші Димаш Құдайберген, дәрігер Серік Ақшолақов және 5-6 халыққа беделді әр саланың мамандары портретімен шығыпты. Бұл кісілерді құрмет тұтатын миллиондаған адамдар бар. Яғни мына референдумда билік көздеген мақсатына жетеді. Бірақ қызық болғанда мен бұл билбордты суретке түсіріп алып едім. Артынан Фейсбукке жариялайын деп фотогалереяға кірсем, суретім жоқ. Орны қап-қара бос тұр. Сол қараны сіздерге көрсетейін деп басып қалып едім, аппақ нәрсеге айналды. Мен бұрын біздің барлығымыз мына әділетсіз биліктің цифрлық бақылауында тұтқында жүрміз деген сөзге онша нанбайтынмын. Бізде жеке азаматтың құқы жоқ екен. Билік бізге білгенін істеп отыр. Құпия сырымыздың барлығы оларға ашық. Өте қорқынышты елде өмір сүріп отырмыз дейді. Димаш Құдайберген жаңа конституцияны жақтапты. Димаш Құдайберген қазаққа жау, ұлт жауларының қазақтың елдігін, егемендігін қорлайтын. Бізді елдіктен, егемендіктен айыратын. Жерімізді Қытайға, орысқа бөліп беруге дайындалған жаңа конституцияны әлгі саясатқа кірмейтін, ол әнші ғой, ол жас бала ғой, ол саясатта несі бар, ол әнін айтып жүрсін. Димашқа тиіспе, Димашқа сын айтпа, сен кім едің? Димаш бүкіл дүниеге қазақты танытты. Димаштай талантты әнші жоқ дейтін кісілер, Димаштан сұраңыздаршы. Неге әнін айтып жүре бермеді? Неге халықараға қазақты таныта бермеді? Неге анау жерде бір Еуропаның, мына жақта бір Мексиканың қызын қазақша ән айтқызып қоймады? Неге сол қазақша әнін айтып сахнада жүре бермей, мына қазақ халқын мәңгілік өкінішке қалдыратын мына ұлт жауларының, қазақ жауларының жасаған конституциясын қолдап кетті? Мен Димашты сыйлаймын. Керемет әнші. Адамзаттың 5000 жылдық тарихында Димаш сияқты әнші шықпайды. Келесі 5000 жылдықта Димаш сияқты әнші шықпайды. 8 миллиард адамның ішінен енді 8 миллиард жылда Димаштай әнші шықпайды. Оның дельфин үніндей үн 8 миллиард жылда 8 миллиард адамзат, 8 миллиард планетада 8 миллиард жер шары болса да шықпайды. 8 миллиард галактиканың 8 миллиард жер шары сияқты планетасында, экзопланетасында Димаштай әнші шықпайды. Мен оның дауысын да жақсы көремін, әнін сүйіп тыңдаймын. Тарихта да болған жоқ, болашақта да болмайды. Димаш қайталанбайтын әнші. Бірақ саясатқа кірмейтін. Нең бар Димашты сынап? Димаштан нең бар? Сен кімсің? Димаштың бір жеріне татымайсың. Димашқа сөз айтпа дейтін қазақтардан сұраңдаршы. Димаш неғып қазақтың елдігінен, егемендігінен айыратын, жерімізді орыс Қытайға бөліп беретін, мемлекетімізді зұлымдыққа апаратын мына жаңа конституцияны қолдап шыға келді. Саясатқа кірмей, әнін айтып сахнасында неге жүре бермеді? Сұраңыздаршы. Көрдіңіздер ме? Соны сұраңыздаршы. Мен бұл арада оның әні туралы, даусы нашар, түрі нашар, музыкасы нашар деп тұрған жоқ. Ол супер әнші, қайталап тұрып айтайын. Миллион рет айт десең, миллион рет айтып берейін, Димаштың фанаттарына айтамын. Ол супер әнші. Тарихта ондай болған жоқ, болашақта да болмайды. 100 000 жылда ондай әнші қайталанбайды. Қатты сыйлаймын. Керемет әнші. 8 миллиард адамның ішінен енді 8 миллиард жылда ондай әнші шықпайды. Бірақ сол әнші болып неге жүре бермеді? Айналайын қалқам-ау, балапаным-ау. Ақұрпек балапан әнін айтып жүре бермеді, Құдай-ау. Міне. Мынау Тұңғышбай Жаманқұл деген артисті бұрынғы ескі фильмдерінен сыйлайтынмын да, бір қазақы бір